Арал теңізінің ортасында орналасқан Барсакелмес аралының атауының өзі көңілге қорқыныш ұялатады. Аралдың атауының қалай шыққандығы туралы әртүрлі әңгімелер бар. Дегенмен ең бастысы атауында емес, атеистік түсінік белең алған кеңес заманының өзінде аралдың құпиясын білуге мемлекет тарапынан елеулі көңіл бөлініп, арнайы ғылыми экспедициялар ұйымдастырылуы аралдың біз білмейтін жұмбақтары барлығын айғақтайтындай. Аралды 1848 жылы орыс географы Алексей Бутаков бастаған экспедициясы ашқан. Бірақ та бұл ресми негіздегі ғылыми ашылу болып табылады. Ал шындығында ол жергілікті халыққа ежелден жақсы белгілі болған. Тіпті Шыңғыс ханнан қашқан Хорезм-Шах осы Барсакелместі паналапты дегенде аңыз сақталған. Аралды игеру 1920 жылдары басталған. Сол тұста ондағы шағын аңшылық шаруашылығы ұйымдастырылыпты. Ал 1930 жылдарда арал мемлекеттік қорыққа айналдырылып, онда сирек кездесетін аңдар мен құстар өсірілген. Барсакелместе тұқымы жойылу алдында тұрған жабайы құландар да әкелініпті. Барсакелместен 60 шақырымдай жерде орналасқан Возрождение аралында кеңес үкіметі биологиялық қару жасайтын құпия зертхана ашқан. Барсакелмес атауының шығуына аралда көп кездесетін улы жыландар мен қарақұрт, саршаян сияқты қауіпті жәндіктердің көп болуы себеп болған деген болжам бар. Ертеде балық аулаған балықшылар аралға шыққанда әлгіндей улы жәндіктердің шабуылына ұшырап қаза табу жайлары жиі болғанға ұқсайды. Уфологтардың пікірінше арал аса күшті геобелсенді аумақта орналасқан. Мұнда әртүрлі жұмбақ заттардың, оның ішінде беймәлім ұшатын нысандардың көрінуі де содан болса керек. Аралда жұмбақ тұман, жарқырауық бөрене, сұрғылт бұлт түріндегі жұмбақ нысандарды көргендер көп. Барсакелмес аралы туралы ең алғашқы жазба 19 ғасырда атақты орыс саяхатшысы Рерихтің Азияның жүрегі шығармасында кездеседі. Оның айтуынша, аралдың атауына мұнда келген бірнеше қазақ отбасыларының кері қайтпай жоғалуы себеп болғанға ұқсайды. Дегенмен, аралға барған адамдардың із-түзсіз жоғалу оқиғалары да кейін де біраз қайталанған. 1949 жылдың күзінде балықшылардың қайығы аралдың жағалауына келіп тоқтайды. Балықшылар аралға барып аздап тынығып алмақ болады. Олар жағалауға жақын жерден әппақ тұманды көреді. Батылдау екі балықшы әлгі тұманға кіріп көрмек болады. Тұманға кірген екеу басқалардың көз алдында ізім қайым жоғалады. Балықшылар жолдастарының атын атап шақырғанымен ешкім жауап бермейді. Сол арада 1 сағаттан астам уақыт өтеді. Бойларын үрей билеген балықшылар жұмбақ тұманға кіруге батылдары бармай, сол арада үлкен жерге радиограмма жіберіп, балықшылардың жоғалғанын хабарлайды. Олар жағалауда қалып жолдастарын күтеді. Содан арада біраз уақыт өткенде тұман сейіледі. Сонымен бірге олардың жолдастары да із-түзсіз жоқ болып шығады. Аралдың тағы бір жұмбағы мұнда уақыт ағымы басқа жерден өзгеше. 1930 жылдарда аралға жіберілген топографиялық экспедиция 3 айдай із-түзсіз жоғалып кетеді. Мамандардың іздеуге адамдар жібергенімен еш нәтиже болмайды. Содан бір күні жоғалған экспедиция аман сау өздері келеді. Олардың айтуынша оқиға былай болыпты. Топографтар аралдың терістік жағындағы адамдар онша бара бермейтін аумақты картаға түсірмек болады. Палаткаларын алып шыққан олар 3 күн бойы сол аумақты картаға түсіреді. Ал бұл кезде басқа аумақта 3 ай уақыт өткен. 1983 жылы шағын топ аралда серуендеп жүріп ақ тұманды көреді. Олар тұманға кіріп 20 минуттай ғана болған. Ал тұманнан шыққанда арада 1,5 тәуліктей уақыт өтіп кеткен белгілі болады. Ал бұл уақытта жолдастарын жоғалтқан топтың басқа мүшелері аралды кезіп жолдастарын іздеген. 1950-1960 жылдарда аралда Әбдіразақ есімді бір қазақ тұрыпты. Ол өзі линза деп ат қойған беймәлім нысанмен байланысқа шығып, әртүрлі ақпараттар алып тұрған. Мұнысы кеңес үкіметінің құзырлы органы қызметкерлерінің құлағына шалынғанда, аралға арнайы ғылыми экспедиция ұйымдастырылады. Әбдіразақтың айтуынша ол линзадан өзге планетадан келген келімсектер жайында ақпараттар алған. Әбдіразақ үкімет адамдарын линзамен сақтана байланыспаса, қауіпті екенін ескертеді. Дегенмен атеистік түсінікті саналарына сіңірген ғалымдар шалдың айтқан қорқынышты әруақтары жайында әңгімесін ертегі санап сенбейді. Экспедиция мүшелері мінген аралға ұшып келген тікұшақтың моторы өзінен өзі сөніп қалады. Әупіріммен олар апатқа ұшырамай аман-есен жерге қонады. Сәтсіздік мұнымен бітпейді. Олар аралға кездескен жұмбақ тұманға ит жіберсе, жоқ болып кетеді. Басқа заттарды да тұманға лақтырып байқайды. Заттардың бәрі ізім қайым жоғалады.
Содан кеңестік ғалымдар жақсы тұмшаланып жабылған бронды танкіні тұманға кіргізеді. Танк темір арқанмен сүйрегішке жегіледі. Танкистен егер қауіп сезіле қалса, бірден рация арқылы хабарлауын сұрап, оны тұманға енгізеді. Қызығы сол, тұманға енген сәт танкистің рация арқылы хабары кілт тоқтайды. Сүйрегішпен танкіні тартып шығарғанда танкінің ішінен танкист табылмайды. Оның комбинезоны ғана жатыр екен. Өзі із-түзсіз жоғалған. Люктері қатты жабылған танкінің ішінен бар болғаны бірнеше минут ішінде танкистің қалай шығып, қайда кеткені жұмбақ күйінде қалады. 2000 жылдары Арал теңізінің суы қайтып, барса келмес үлкен жерге қосылды. Сөйтіп ол арал болудан қалды. Дегенмен, тұзды тақыр даланың ортасындағы осы жұмбақ жердің құпиясын әлі күнге дейін ашылмай тылсым күйінде қалып отыр.